Вы можете начинать движение. Ассалаумағалейкум оқырмандар. Бүгін біз автодромда Астана қаласында 12 жаттығуды орындаймыз және де әр жаттығуды талқылаймыз. Ал бастаймыз. Бірінші жаттығу орнынан қозғалу. Сіздің бірінші әрекетіңіз сол белдікті тағу және тежегіш тұрағын ручник дейміз, оны алып тастаймыз. Содан кейін сол шырақты қосып орнынан қозғаламыз. Жол таңбасынан өткенсін сіздер поворотникті өшіресіздер. Содан кейін пешеходный переходта тоқтайсыңдар. Тоқтадық. Тоқтаған соң 3 секунд тосасыңдар. Және де тоқтаған кезде сіздер 1 метр алыс тоқтамау керексіз және асып кетпеу керексіңдер. 1 метр алыс тоқтасаңдар 5 балл алады, асып кетсеңдер 25 балл минус алады. Келесі жаттығуымыз қиылыстан өту. Қиылысымызда бізде нұсқау белгілері бар. Нұсқау белгілерінде бізде бағытты көрсетеді. Мысалы, қызыл шыраққа өтіп кетсеңіздер 100 балл алады. Жасылға өткенде сіздер оңға шырақ қосу керексіңдер. Міне қостым. Жақсы. Келесі жаттығуға көшеміз. Ол біз келесі жаттығуда тұраққа тұрамыз. Барлығын төмен жылдамдықта көрсетейін. Осы маршрутты жаттап алсаңыздар, емтиханнан өтуге болады, достар. Мен солға қостым. Шырақты. Аха. 2 минут береді бұл жаттығуға. Қазір көреміз. Орындаймыз. Тоқтаған кезде сіздер авариялық шырақтарды қосып, артқы жүріске қосуды ұмытпаймыз, достар. Өте тармында. Камераның төбесінен де ақ контрольный линияға тоқтаймыз. Зачтено. Зачтено деді. Жақсы, камераны өзгертейін. Авариялық шырақты өшіріп, осы тұрақтан шыққанда сіздер оңға шырақ қосу міндетті боласыңдар. Жақсы. Енді солға басамыз осы жерде. Асықпай істейсіздер барлығын. Жақсы. Поворотник қоспадым деп тағы да 5 баллымыз алды. Осы жерде. Әр бұрылыста поворотниктарыңызды қосуға ұмытпаймыз, достар. Осы жерде бізде белгі бар. Нұсқау белгісі астында ақпараттық белгі бар. Жеңіл көлік солға кетеді, жүк көліктер тік бағытта кетеді. Сондықтан тікке кетіп қалмаңыздар. Келесі жаттығуымыз бұрылыс 90 градус дейді. Оңға қосамыз поворотникті. Өте баяу істеңіздер. Жаттығуға 2 минут береді. Қара сызықтар тұр ғой шетіндегі, соларға тимеу керексіздер, 20 балдан алып қояды. Бұл 90 градустан шыққанда сіздер оңға қосасыздар поворотниктің. Оңға қосып қойдым. Және бағдаршамның шырағына қарау керексіздер. Қызылға өтіп кетсеңіздер, қайтадан 100 балл алады. Қосамыз. Көрдіңіздер ме, нұсқау белгілері әр қиылыста тұрады. Бағытты көрсетеді, сондықтан шатаспай жүруіңізге болады. Тік бағытта кеттік. Келесі жаттығуымыз ол бізде змейка дейміз. Жылан. Жаңа бізде жаттығу авариялық шырақ болды. Тоқтайсыздар, 3 секундтың ішінде сосын авариялық шырақтарымызды қосу керек. Жақсы, келесі жаттығуға көшеміз. Барлық жерде шырақ қосуды ұмытпаймыз. Менде тағы да 5 балл алды. Өте төмен жылдамдықта істейміз. Қара контрольный линия фиксацияға тимейміз. Контрольный линияларға кешірім сұраймын. Дәл қазір сіздермен онлайн өткізіп отырмыз.
жаттығудың бәрін. Поворотник қоспадым деп тағы да 5 балл алдым. Негізі қостым. Осы жерде тоқтаймыз. Тоқтағанда және де аз кетпеу керексіз таңбадан, және 1 метр алыс тоқтамау керексіз. Келесі жаттығуымыз артқы жүріспен қатарлас орнату. Бұрылыс жағын қосуды ұмытпаймыз. Оңға басым. Қайтадан 5 балл алып қойды. Көрдіңіздер ме? Қайтадан бастым міне. Жақсы. Тоқтаймыз. Мен төбесінен көрсетейін. Авариялық шырақты қосамыз. Артқы жүрісті қосамыз деп. Таңбаға біз тұраққа тұру керекпіз. 2 минуттың ішінде. Зачтено. Жақсы, тоқтаймыз. Кішкене артқа қарай шегінеміз осындай жерде. Авариялық шырақты өшіреміз де солға қосамыз. Камераны өзгертейін қайтадан. Кеттік. Жүрдік. Тағы да қосасыңдар солға шырақ. Жақсы. Солға қарай кетеміз мұнда. Барлық жерде нұсқа белгілері орнатылып, сондықтан сіздер басқа бағытпен жүріп кетпейсіз. Келесі жаттығу темір жол өтпесінде тоқтайсыздар. Тоқтадық. 1, 2, 3. Жақсы. Қайтадан солға шырақты қосамыз. Осы жерде сіз жылдамдығыңызды көбейту керексіздер. Ең жоғарғы жылдамдықта жүресіздер. Полоса разгона деп аталады. Автоматпен 35 жылдамдықта жеткізіп, қайтадан жылдамдығыңызды түсіру керексіз. Осы 20 деген белгіден. Келесі жаттығуымыз бізде ол өрлеуде тоқтау. Остановка на подъеме. Так.